Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазір сіздермен өткеннен бері айтып жатқан Сократив бағдарламасын таныстыратын боламыз. Қалай тіркеліп, қалай емтихан құрастырып, қалай сабақта қолдануға болатыны жөнінде. Ол үшін бірінші socrative.com деген сайтқа кіресіз де get a free account деп бірінші тіркелеміз. Атымыз Катев, фамилиямыз Қазақ, email katevkazak@gmail.com, katevkazak@gmail.com, password, мемлекет Қазақстан, мектебіміздің атын мына жерден өзіміз жазсақ болады. Мен мұғаліммін, келісемін, submit деп тіркелеміз. Тіркелгеннен кейін ең бірінші ашылатын бетіңіз бұл дашборд. Осы жерде старттық емтиханыңыз бар болса бастап кетесіз балалармен, қысқа сұрақ жауаптармен, топпен жұмыстарына қолдансаңыз болады, Space Race деген сияқты. Қазір біз ең бірінші емтихан қалай құрылады соны көрейік. Ол үшін Manage Quizzes деген жерден Create a Quiz дейсіз. Одан бөлек дайын біреудің жасалған емтиханы болса, Import Quiz деп біреудің емтихан алсаңыз болады, бөліскен болса. Өзіңіздің және жалпы бөліскен емтихандардың жиынтығы және де мына жерде ең соңғы нәтижелер жинақталады. Қазір емтиханды құрастырып көрейік. Ең бірінші мысалға емтиханға ат беріңіз дейді. Синтаксис 8-ші сыныпта синтаксис сұрақтары. Тақырыбы емтиханымыздың. Сонымен мына жерде 3 түрлі сұрақ құруыңызға болады. Multiple choice, тест сұрақ, ABCDге. Сосын барып true false, дұрыс бұрыс және де қысқа жауаппен, short answer, қысқа жауаппен сұрақтар. Қазір тест құрастырып көрейік. Өзіңіз жазсаңыз да болады, немесе дайын емтиханыңыз болса, электронды, соны бірден алсаңыз болады. Менде мұндай дайын сұрақтар бар. Қысқа үшін сұрағын табыңыз дейді. Деп жазсақ, сұрағын табыңыз деп айтайық. ABCDге варианттар. Үшін қайтып қай барып қандай барып қайтты енді соңғы сұрақ неге деген бір сұрақ. Дұрыс жауабымыз қайтып белгілес дұрыс жауапты, қалғандары бұрыс. Осылай істесеңіз болады. Және сұрақтың жауаптарын бәрін көрген жазғаннан кейін астында explanation, сұраққа түсініктеме бере аласыз. Бұл түсініктеме бала сұраққа жауап беріп болғаннан кейін оның жаңа құрылғысында телефонда немесе планшетінде шығатын бір хабарлама ретінде немесе сондай бір шығады жазу. Сол жерде сіз балаға не айтқыңыз келеді немесе қандай бір қосымша ақпарат бергіңіз келеді, осы жерге жазсаңыз болады. Мысалға пысықталғыш қимылдың іс-әрекеттің әр түрлі жағдайын білдіреді және қалай қайтып қалайша деген
Yaқты сұрақтарға жауап береді деп қысқаша бір мәлімет немесе ақпарат қосып қойыңыз болады. Бұл бала өте пайдалы болады деген бір сұрақ. Тестте бұны сақтайсыз. Болды, бір сұрағыңыз дайын. Сосын жалғастыра бересіз. Тағы да бір тест құрайық. Ол үшін мына жерден қайсы пысықшылардың түрі ең естілді? Ең бірінші сұрақ. Мекен мөлшер себеп мақсат әнде сын қимыл. Деген сұрақ. Дұрысы Б жауап. Осыны белгілейміз. Енді бұл жерде бір ерекшелігі осы сұрақ құраған кезде маған түсініктеме беруде, мәлімет беруде айттық. Мына жерде сұрақтың жауаптарының түрін көбейтсеңіз де болады. Мысалы F, G деп жаңағы стегі жауаптаны құруға болады. Ішіне бірнеше дұрыс жауап істеуге де болады. Мысалға мөлшер пысықтауыш жоқ, және де қандай пысықтауыш десек болады. Мысалға жай пысықтауыш деген жоқ. Бұл да қате сұрақ болсын. Қате вариант болсын, қате жауап болсын. Өстіп екі жауапты да білесіңіз болады. Бірақ оның мына жердің астына бір түсініктеме жазып қойыңыз болады тақшаның ішіне. Екі жауап бар. Сұрақтың екі жауабы бар деп толық жауап. Сұрақтың екі жауабы бар. Екі жауап белгілеу керек бала. Бұл осылай сақтайсыз. Жаңа айтқанымдай жауаптың түрін көбейтсеңіз де болады. 8, 9 болып, 7 болып. Мысалы айтсаңыз да болады. Кейбіреусін 60 орнынан бастаңыз. Алмады. Оны 60-сіңіз алынды. Қайттан 5 болып қалды. Сөйтіп бұны да сақтайсыз. Бұны көрсеттім. Тест. Дұрыс-бұрысқа келейік. Дұрыс-бұрыс, true false. Бұл жерде оңай. Сұрақты жазасыз. Дұрыс немесе бұрыс деген таңдайсыз. Сұрақ сұрайық. Тұрғылайлы сөйлем мүшелерінің екі түрі бар. Тұрғылайлы сөйлем мүшелері бастауыш баяндауыш, оның екі түрі бар. True болу керек. Астына түсініктеме жазсақ болады. Тұрғылайлы сөйлем мүшелері бастауыш және баяндауыш деп түсініктеме жазып қояды. Бұны бала жауап беріп болғаннан кейін өзінің құрылғысында телефонында шығатын бір хабарлама болады. Бала сол жерден де білім ала береді. Бұны да сақтайсыз. Бұл болды. Бұны да сақтайсыз. Енді сұрағыңызға мысалға бір трue сұрақ жасайық. Қандай сұрақ? Тесттер. Өзіміз тағында бір сұрақ құрайық. Мысалға синтаксис дедік. Синтаксис сөз таптарын зерттейтін тіл
бөлімінің саласы. Бұл әрине қате пікір. Сол үшін бұны false дейміз. Aslında түсініктеме. Синтаксис сөз тіркесі мен сөйлемді зерттейтін тіл бөлімінің саласы деп түсініктеме жазып қоямыз. Бұл жерде көрсетейін деген, мына жерге басып, сурет қойсаңыз болады. Сұрағыңыз шыққан кезде бір сурет пайда болады. Оған мысалға мынандай бір сурет қоюға болады. Әрине сәйкес келетін бір сурет қоясыз. Әдебиеттен болады қоюға өте жақсы сурет. Осы сурет екен деген сияқты. Бұл өзіңіздің еркіңізде. Бұны сақтайық. Сурет қоюды көрсеттік. Енді short answer. Short answer'ды өзім қолданбаймын, жеке басым. Неге десеңіз, бұл жерде бір сұрақ жазасыз. Тұрлаусыз сөйлем мүшелерін тап деп мысалға. Тұрлаусыз сөйлем мүшелерін жазыңыз. Дейсіз де жауаптан жазасыз. Тұрлаусыз сөйлем мүшелері толық дауыш, дауыш, қысық дауыш. Бала осы үшеуінде жазу керек. Турасыны Қ мен, қазақтың тура әріптерімен. К болып жазып кететін болса қате болады. Сол үшін мен бұны көп қолданбай, балалардың барлық телефондарында, құрылғыларында қазақша тура әріп бола бермейді. Мүмкін біреуде қазақша әріп болса, мен оны К мен жазып қойсам, мысалға, баланы Қ мен жазып қою мүмкін. Бүгін қысқасы кішкене қиындау. Өте қолайсыздау кішкене өз басыма. Сол үшін көп қолданбаймын мен бұны. Бірақ сонда да оны көрсеткенім болайық. Болды. Тұрлаусыз сөйлем мүшелерін жазыңыз дегенде, бала осы сұраққа кәдімгідей жазу керек. Міне осындай қысқаша. Бұл жерде сұрақтың ретін ауыстырсаңыз болады. Төменгі түсіруге мысалы, мынау пысықтаушының сұрағы тұрлаулы мүшелердің кейін берсін деп төменгі түсірсеңіз болады сұрақтың ретін. Немесе тура осы сұрақтың екіншісін жасап, кішкене ғана өзгертем десеңіз, осы сұрақты дупликат жасасаңыз болады бұл сұрақ. Мысалға, мына сұрақ дупликат жасайық. Осы пайда болды. Тура мына сұрақтың екіншісі пайда болды. Бұл кішкене ғана өзгертеді. Синтаксис сөз таптарын зерттейтін тіл білімінің саласы. Бұл жерде синтаксис сөз тіркесі мен сөйлемді зерттейтін тіл білімінің саласы тұру деймізді. Сейдейміз болды. Екінші сұрағымыз дайын. Дупликат жасады. Деген сияқты. Болды. Сіздің емтиханыңыз дайын. Осылай 10-15 сұраққа дейін дайындап Save and exit please. Плюс save дейді. Енді балалармен start a quiz деп бастасаңыз, сіздің жаңағы жасаған емтиханыңыз, осымен бірден бастап кетесіз емтиханды. Емтиханды бастайтын кезде 3 түрлі мына жерде таңдау түрі бар, емтиханыңыздың түріне байланысты. Мен көбінесе осы біріншісін қолданамын. Одан басқаларында жеке-жеке қарастырсақ болады. Мысалға, student based дейді. Immediate feedback. Бірден feedback сізге келеді дейді. Students receive immediate right wrong feedback. Емтихан кірген кезде балалар әр сұраққа жауап берген кезде бірден дұрыс па, дұрыс емес па, қате ма, дұрыс па деген сияқты бірден олар біліп отырады жауап берген кезде. An explanation after the answer each question. Сіздің жазған түсініктемеңіз бірден көрініп отырады. Students answer questions in order and cannot skip change the answers. Оқушылар сұраққа жауап беріп отырғанда, олар келесі сұраққа секіріп, артқа қайтадан шегініп, және де олар жауап беріп қойған сұрақтарын қайтадан өзгертуге құқығы болмайды. Liable to monitor the progress of life result дейді. Және сіз олардың жауап беріп отырған дұрыс емін қай сұраққа келгендігін бәрін мониторыңыздан бақылап көріп отыра аласыз дейді. Осындай
мына біріншісі. Бұл жерде өзгертуіңізге болады. Disable student names. Мына бассаңыз оқушылардың аты жөндері көрінбей қалады. Randomize questions, сұрақтардың ретін өзгертіңіз. Керек десеңіз жауаптарын өзгертуге болады. Мысалға біреуде тура сол сұрақ А болып көрінсе, біреусінде С болып көрінеді деген сияқты. Осы екеуімен көбінесе қолданамын, бірақ аттары көрініп тұра берсін деймін. Disable students feedback, балалардың жаңағы фидбэктерін көрсетпеу тұра берсін. Өшіріп қоямын. Осылайша көбінесе қолданамын. Екіншісін көрейік, мен бұны қолданған емеспін. Students have the ability to edit questions. Қараңыз, оқушылар қайтадан өтіп кеткен сұрақтарына барып өзгерте алады жауаптар. Skip questions and navigate the quiz their own way. Білмеген сұрақ болса аттап келесі сұраққа қарап сосын барып қайтадан есіне түссе артқы сұраққа қайтуына мүмкіншілік бар. Once they have completed the activity, they can submit the entire assessment. You are able to monitor the result. Осындай дейді. Teacher based. This can control the flow of questions. Мына жерде әрбір сұрақтың беріліп отыруын мұғалім қадағалап отырады. You send the questions at a time, one question at a time, and visualize the responses as they happen. You can skip and revisit questions. Мына жерде бәрі мұғалім беріп отырады. Мына сұрақ біреуін жауап берді ма, бәрі жауап берді, екінші сұрақты бересіз деген. Сөздің қысқасы осы мен қолданатын. Мына екеуін сұрақтың реті мен жауаптарын өзгертіп, осылай бастап кетемін. Бастаған кезде емтиханды бастайсыз, старт дейсіз. Сол кезде мынау room name-мен кіреді оқушы. Сол үшін room name-іңізді түсініксіз әріптер емес, жақсы өзіңізге ұнайтын немесе оңай болатын бір room name қойсаңыз болады. Оны мына settings-тан, my profile-дан room name таңдайсыз өзіңізге. Room name мысалға Тарас КТЛ дейсіз болды. Оқушылар ағай қандай room name деймізде Тарас КТЛ дейсіз кіріп кете береді. Сіздің room name-іңіз Тарас КТЛ болып өзгерді. Болды. Әр оқушыға жеке-жеке емтихан алатын болсаңыз осы Kahoot сияқты оқушы қолында жаңағы құрылғысын ұстап отырады. Баста деген кезде мына емтихан дейсіз де, керек нәрсені таңдайсыз да. Старт дейсіз. Болды. Алып сұрақ сізде. Бала кіретін кезде Тарас КТЛ дейді да, өзінің телефонында. Осында өзінің аты жөнін жазған кезде, мына жерде бірден оқушылардың аты жөндері, қай сұраққа қалай жауап беретінін бәрін осы жерден көріп отыра аласыз. Аяқтағаннан кейін finish дейсіз. Finish деген кезде бірден сізге нәтижелер, есептер, мүшелер шығады. Get reports жүктеп аласыз, немесе осы жерде көрсетпейсіз. Бәрін осы жерден көруге болады. Қысқаша осы мынау Space Race деген топпен жұмыста қолдануға болады. Бір емтиханыңыз бар. Осы емтиханды баста дейсіз. Number of teams қанша топ болады мысалға. 8 топ, 6 топ деген сияқты. Мына жерде түрін таңдайсыз, сурет мысалға. Велосипед болсын. Feedback. Старт деген кезде мына жерде 8 топ мұны. Топпен кірген кезде қай сұраққа жауап беріп жатқан кезде әр дұрыс жауап бергенсе мынау велосипед алға қарай жылжып отырады, немесе оны жетіп бәріне дұрыс жауап берсе. Ол жерде де осындай нәтижелер бірден жүктеп алуға болады. Мына жерде мен бәрін көрсете алмаймын. Сіз оқушылармен істеп көрсеңіз, өте жақсы PDF форматында жақсы нәтижелер шығады. Қысқаша осындай. Енді мен біреудің емтиханын алу, импорт quiz жасауды көрсетейін. Ол үшін бізде өткенде Шапағат ағай бір емтихан бөліскен болатын, сол емтиханды қазір алып көрейік. Бір әдебиеттен көксерек туралы ма бір нәрсе. Қазақ тілі Шапағат ағай мына жерде бөліскен болатын. Міне. Соқ 202 боран түнде әңгімесі дейді. Сұрақтардың ретін ауыстырмаңыздар деп айтты. Осыны алайық, мысалы осыны
Kopya жасаймыз. Барып import quiz деген жерге жазамыз. Import quiz. Міне import жасалды. Оны көреміз. Manage quizzes, my quizzes, боран түнденің копиясы жасалды. Copy of деген алып тастауға болады. Басасыз. Edit this. Кейбір сұрақтар үшін өзгертуге мынаны бірден алып тастаймын. Боран түнде 7-ші сынып деп өзім жасағандай жазып аман. Бұл қызды алып қашпақшы болған жігіттің аты Қайрат. False. Қайрат емес. Басқа. Міне, expansion Қайсар деп жазып қойыпты. Қайсардың жүйрік тұлпардың атын жаз. Күрең төбел деп қазақша әріппен жазу. Short answer ғой. Күрең төбел деп қазақша әріппен жазу керек екен. Қайсардың қайын атасы қыз үшін не сұрады? Күрең төбел сұрады. Енді суретке қойыпты. Желкесінен бастап иығына дейін созылған сирек қара қылшық кімнің атақты бір тұқымнан екенін көрсетеді. Сөз жаз. Осындай міне суреттер қойыпты. Өте жақсы дайындалған емтихан. Неше сұрақ? 15 сұрақ дайындапты. Осы емтиханды дайын аласыздар, балаларыңызға жасай берсеңіз болады. Енді сіз қалай емтиханмен бөліссеңіз болады? Сіздің жаңа мысалға save exit дейміз. Сіздің жаңа емтиханыңыз бар еді ғой. Manage quiz, my quiz, синтаксис. Осыған кіресіз. Осы емтиханды бөліскіңіз келеді. Өте жақсы бір емтихан құрасаңыз. Share quiz. Сізге share болып деп бөлісе аласыз. Кликтеп қойсаңыз бөлісе алмай қаласыз. Ашып қоясыз. Мына нәрсені копия жасап аласыз. Копия десті. Мысалға біздің қазақ тілі группасына жіберсеңіз болады. Бірақ оны жіберудің қажеті жоқ. Қысқаша осы. Кіріңіздер, қолданыңыздар. Өте жақсы. Сабақта мен нені қолданамын. My profile-да болды осы. Сөзді шығып кетесіз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыз.